Mına bizde bir iki nasatты айтып koyayın. Bizde şeriatımızda aytat. Hunna libasul lakum ve antum libasul lahunna. Ayal erkeke, erkek ayalga kiyim siyahtı olsunlar deydi. Бұл дегені кийим біздің денебізді қандай жашырған болса, үйдегі нәрсе сыртқа шықпаш керек, бе сұлтан. Мысалы, сен келінді ешқашан бізге жамандабашың керек. Келінді бізге жамандасаң, өмір бойы жаман көріп қалышыңыз мүмкін, сен жарашып алып жырғап жашай бересің да. Келін, сен дағын ошо менің жиенімді ешқашан жамандай көріп өзің төркүніңе. Себебі Құда тарап жаман көріп қалады. Бек сұлтан бұл ушундай екен деп жаман көріп қалады. Сен екеуің жарашып алып жырғап жашай бересіңдер. Ошо себептен үйді чечиш керек. Анан мисалы тарыныш деген нәрсе сөзсүз түрдө болот. Үй бүлө болгондон кийин казан аяк кагышат. Тарыныш bizde шариатта 3 күнөн ашпаш керек. Тарынып бири-бириңе сүйлөй койгон күнүңөр болбосун да. Себеби проблеманын баары ошол тарыныштан башталат. Сүйлөбөй коюп, тескери карап, сүйлөбөй койгон сайын күндөн күнгө жара ырбап чоңой берет. Ошондуктан сүйлөшүл менен чечиш керек да. Сүйлөшүү менен бардыгы чечилет. Тажикстан менен Кыргызстан чечилди го. Туурабы? Ошол себептен проблеманы заматта чечип алышыңар керек. Экөөңөр сүйлөшүп, бакыр эжем дагы аралашпаш керек, кубаныч дагы эч ким аралашпаш керек. Өзүңөр чечишиңер керек. Таза болбосо, мына өкүл ата, өкүл апаңар бар, бурул эжемдер акыры анча-мынча. Анан эме Келин, sen en негизги маселе şu kaynenеңнің көңілін таба бер. Базарға барып продукт кыласың бе, не кылсаң дагы bir шоколад алып келип туруп, апа деп колуна карматып кой, мен эжем, деңизде эжем бар. Ким жакшы? Ошо келин жакшы болосуң да, Куда кааласа. Баягы жерде. Ар базарға барганда продукт кыласың, кийим аласың бе, бирден шоколад алып келип туруп, мына чай менен ичип алыңыз апа деп турсаң эле болду, сен жакшысың. Бек Сұлтан кичине сенин жиниңе тийсе, эжеме айтсаң, гайкасын бурап коёт. Негізгі мәселе ошол. Алла разы болсын, Құдай Таалам бақыт берсін. Құдай Таалам ешқашан ешкімге зар қылбасын, ешкімге қор қылбасын.